Бәріңе сәлем. Видеокарталардың бағасын өздерің көріп тұрғандай бір кезде түседі, бір кезде көтеріледі. Және обычный геймерлерге бұл қиын. Себебі біз жай ойын ойнау үшін жақсы видеокарта алғымыз келеді. Және видеокарталарда сол ойын үшін шығарылған. Бірақ майнерлердің және криптовалютаның кесірінен осы видеокарталар әлі өзінің орташа бағасына дейін арзандамады. Бүгінгі видеода мен сендерге неге видеокарта қымбаттағанын, сосын бізге, яғни обычный геймерлерге қазір не істеу керек екенін, және дәл қазір қандай видеокарта алу керегін айтамын. Видео 100% бәріне қызық болады деп ойлаймын. Сондықтан лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Енді видеоға кеттік, короче. Это переход, короче. Егер де видеода сендер дезинфо байқаған болсаңдар, онда мен бір нәрсені дұрыс түсіндірмедім деген сөз. Сондықтан да дұрыс емес жерлерді комментарияда түзеп қойсаңдар болады. Бірақ боқтайтын немесе жаман сөзбен жазылған комментарияларды мен оқымаймын. Сондықтан адекватно жазуларыңды сұраймын. Это переход, короче. Енді майнинг бум қалай басталғанын история ретінде айтып шығайын. Ең бірінші история ақпан айында басталды. Бұл кезде биткоин кәдімгідей қатты көтерілген болатын. Сосын биткоиннан кейін эфириум көтерілді. Эфириум дегеніміз майнерлерге ыңғайлы криптовалюта. Яғни видеокартамен майнить ететін майнерлерге ыңғайлы. Енді эфириум өзінің майнингке ыңғайлы графигына жеткен кезде майнерлер видеокарталарды сатып ала бастады. Сосын видеокарта өзінің бағасынан 2 есе көтеріліп кетті. Бұл кезде компьютерге ақша жинаған геймерлер қинала бастады. Өйткені жинап қойған ақшасы енді компьютерге жетпейді. Осы жерде бәрі ойлағандай 2017-де болатын ситуация болды. Яғни бағасы қайттан түседі деп ойлады. Біріншіден адамдардың ойлауы бойынша видеокарталар көктемде түседі деген ойда болды. Бірақ көктемде түспек түгілі 3 есе бағаға көтеріліп кетті. Осыдан кейін көбісі күткен RTX 3060 деген видеокарта шығады. Бірақ та бұл видеокартаны шығарған кезде әдейі майнингке ыңғайлы қылып шығарғандай болады. Өйткені ода 12 гигабайт еді. Ал майнингке 4 гигабайттан жоғары видеокарталар өте пайдалы. Осылай RTX 3060 шықты. Бірақ та ол видеокартаны көктемде ешкім көрмеді. Шыға салысымен магазиннен майнерлер толтырып алып кеткен болатын. Кейінірек nvidia майнингтен қорғайтын защитаны ойлап табуды шешеді. Бірақ та защитаның минусы эфириумды ғана жабатын болған. Және де ол защитаны ең бірінші RTX 3060-қа қойды. Бірақ та бұл жерде бір неудача пайда болды. Ол защитаны майнерлер бұзып алды. Кейінірек майнинг дегеніміз ұзақ болмағандықтан геймерлердің алдында репутацияларын түсірмес үшін тағы да бір защита ойлап табады. Ендігі защитаның аты LHR, яғни толық аты light hash rate. Бірақ та осы жолы nvidia бұл защитаны бүкіл видеокартасына салуды шешеді. Яғни RTX 3060-тан 3090-ға дейін. Сонымен қатар nvidia тағы да RTX 3070 Ti, 3080 Ti-ларды шығара бастайды. Бұларға да LHR-ды қосады. LHR-дың арқасында шілде айында видеокарталардың бағасы жақсылап түсе бастайды. Өйткені ол видеокарталар майнингқа не выгодно. Және сонымен бірге криптовалюта да түсе бастайды. Яғни бірінші биткоин түседі, биткоиннан кейін эфир түседі. Осы жолы геймерлер майнингтің аяқталуымен қуана бастайды. Енді бір ай күтсек видеокарталар қалпына келеді деп ойлады. Бірақ августтың 16-сына дейін. Бұл күні геймерлерге арналған өте өкінішті күн болды. Өйткені 16 августта майнерлер LHR-ды тағы да бұзып алды. Сонымен бірге биткоин да көтеріліп, майнинг тағы да выгодно бола бастады. Қазіргі кезде енді видеокарталар майнингтің кесірінен одан сайын тағы да көтеріліп жатыр. Оған мысал ретінде видеокарталардың бағасын айтатын болсақ, RTX 3060 маусым айында, яғни видеокарталардың пиковый бағасында 800 мың тұрған болатын. Сосын шілдеде ол 500 мыңға дейін түсті. Ал тамыздың 16-сына дейін ол мүлдем 330 мыңға дейін арзандады. Сөйтіп видеокарталар өзінің рек ценасына дейін жақындаған кезде майнинг бум қайттан басталды. Қазір RTX 3060 Қазақстанда 480 мың, 490 мың, даже 500 мың тұрады. Дәл қазіргі моментте геймерлер үшін жаман жаңалықтар көп шығып жатыр. Это переход, короче. Енді AMD-ны айтатын болсақ, nvidia өзінің RTX 30 сериясын шығарғаннан кейін AMD да өзінің RX 6000 сериясын шығарды. Бұл жерде ең алғашқы шыққан видеокарталар RTX 6700 XT, 6800 XT, 6900 XT болған болатын. Бірақ та бұлардың бағасы өте қымбат, және де AMD өздерінің видеокарталарына защита майнинг мүлдем салмайды. Сонымен айтатын болсақ, AMD-ның видеокарталары майнингке бүкіл уақытта пайдалы болды. Даже RTX видеокарталар түсе бастаған кезде AMD-ның видеокарталары майнингке пайдалы болған болатын. Бірақ та көп геймерлер бюджетный компьютер құрастыратындықтан RX 6600 XT-ді күтті. RX 6600 XT 11 август күні шығу керек болатын. Я, шықты, бірақ та оның бағасы өте қымбат болды. AMD-ның айтуы бойынша RX 6600 XT-дің орташа бағасы $380 болу керек. Ол қазақша теңгемен примерно 162 мың теңге. Бұл рекомендация
рекомендованный ценаны RTX 3060 мен салыстыратын болсақ, өте қымбат. Себебі RTX 3060-тың рекомендованный ценасы $330 болған, ал бағасы теңгемен 141 мың теңге. Егерде екеуі қазіргі кезде осындай бағада сатылса, RTX 3060 выгодно болатын еді. Себебі ода біріншіден 12 гигабайт және кейбір ойындарда DLSS деген сглаживанияны береді. Сонымен қатар ода RTX трассировка лучшей бар. Даже айында өзінің видеокарталардың технологиясын ұқсатып шығаратын болса да, RTX бәрібір де бірінші орында тұрады. Бірақ та RX 6600 XT RTX 3060-тан қарағанда 5-6 FPS-ке жоғары. Ойындарда RTX 3060-тан қарағанда жақсы результаттар көрсетеді. Бірақ та бәрібір де менің ойымша RTX 3060 одан жақсырақ. Сондықтан да RX 6600 XT геймерлерге қатты пайда әкелді деп ойламаймын. Это переход, короче. Және тағы да nvidia жақтан бір жаңалықты айтатын болсақ, Hardware Times деген порталдың айтуы бойынша RTX 4000 серия 2023 жылы шығуы мүмкін. Сондықтан RTX 30 серия 2022-де де выгодно болып келеді. Яғни бірінші орында тұрған сол RTX 3000 серия болып қала береді. RTX 4000 серияның кеш шығуының себебі дефицит видеокарты және видеокарталарға арналған чиптердің шығарылуының проблемалары. Енді мен сендерге осы жерде өз ойымды айтып кетейін. RTX 4000 серия қазір шыққан болып саналса, ол видеокарта бәрібір де бағасы қымбат болатын еді. Немесе магазинде вообще болмайтын еді. Себебі бұл видеокарта RTX 3000 серия сияқты да майнерлерге выгодно болады. Сондықтан да бұл видеокартаның шығарылуымен асығудың керегі жоқ. Және онымен қатар да RTX 3090-нан мықтырақ видеокарталар қазіргі кезде қатты керек емес. Өйткені қазір ең требовательный ойын Киберпанкты RTX 3090 көтере алады. Это переход, короче. Енді мен сендерге видеокарталардың бұрынғы бағасы мен қазіргі бағасын салыстырайын. Мысалы GTX 1660 Super'ды айтайық. Бұл видеокарта COVID-19 басталмастан бұрын 50 мың 60 мың теңге тұрған болатын. Ал 2020-ның жазында ол видеокарта 90 мың 80 мың теңге тұрды. Енді қыстың бірінші-екінші айында бұл видеокарта 120 мың 130 мыңға дейін тұрды. Сосын қыстың үшінші айында видеокарта 190 мың теңгеге көтерілді. Кейінірек даже 220 мың 250 мың болды. Ал өзінің пиковый бағасында 500 мыңға дейін көтерілген болатын. Сосын шілде айында 270 мыңға дейін арзандады. Қазіргі бағасы 380 мыңнан 400 мыңға дейін тұрады. Это переход, короче. Енді бізге не істеу керек деген сұраққа жауап беретін болсақ, дәл қазір видеокарта алыңдар. Видеокартаның бағасы қымбат болса да дәл қазір алу керек. Өйстіп мен компьютерде 3D графикамен жұмыс істейтін адамдарға айта аламын. Себебі оларға видеокарта қатты керек болады. Сондықтан да ақшаларың болса видеокартаны обязательно қазір алыңдар. Басқа вариант жоқ. Ал геймерлерге немесе ноутбук, немесе консоль алуға кеңес беремін. Консоль мен ноутбуктан басқа сендерге вообще вариант жоқ. Даже дайын компьютерлердің өзі қазіргі кезде қымбат. Ал видеокарталардың бағасын түсетінін күтем дейтіндер болса, сендерге ұзақ күту керек деп ойлаймын. Мен де олардың қатарында бармын, себебі менде қазір ақша жоқ. В общем, nvidiaның айтуы бойынша видеокарталардың бағасы 2022-ның соңғы жақтарында түседі деп айтады. Бірақ та менің ойымша ол 2022-ның басында түседі. Бұл жерде егерде сендер nvidia геймерлерді ойлап жатыр деп ойласаңдар, қателесесіңдер. Бұл жерде nvidiaға тек қана ақша керек және геймерлердің алдында өтірік тырысып жатқандарын көрсету керек. Өйткені бұлар геймерлердің алдында репутацияларын түсіретін болса, одан кейін олардың видеокарталарын ешкім алмайды. Себебі майнинг бум қашан бітсе де ол обязательно бітеді. Ал геймерлер nvidiaның қасында мәңгілік қалатын клиенттер. Сондықтан да nvidia геймерлердің алдында майнингпен күресіп жатқанын өтірік көрсетеді. Ал басқашалай қарайтын болсақ, оларға сенің компьютеріңде видеокарта тұрма, майнерлердің фермасында тұрма, оларға бәрібір. Сондықтан да қазіргі кезде бізге видеокарталардың түсуіне шанс азайып бара жатыр. Бірақ та олар обязательно арзандайды. Енді итогты айтатын болсақ, видеокарталар 2022-ның бас жағында арзандауы мүмкін. Бірақ ақшаларың болса, видеокарталарды қазір алып қойсаңдар дұрыс болады. Әйтпесе кейінірек өкініп қалуларың мүмкін. Егер де видеоны аса лайк басып каналға тіркеліп қойыңдар, бәрі жақсы болады. Давайте, короче.